Майнкрафт әлемінде барлығы тыныш және бейбіт өмір сүріп жатты. Бірақ бір күні таңертең бәрі өзгере бастады. Ауа райы кенеттен бұзылып, үлкен дауыл келе жатты. Достарын қорғау үшін Флештайм атты батыр жылдамдығын қолдана отырып, уақытты тоқтатуға мәжбүр болды. Флештайм күні бойы айналаны қарап, өзінің достарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тырысты. Ол уақытты тоқтататын қабілетін игерген еді, және бұл оған үлкен жылдамдықпен жүгіруге мүмкіндік берді. Бір күні ол қала тұрғындары қауіпті жағдайға тап болғанын көрді. Алыстан келе жатқан дауыл үлкен апаттың жақындап қалғанын білдірді. Флештайм дереу әрекетке көшті. Ол жылдамдығын арттырып, айналасындағы барлық заттарды байқап, өзінің достарын құтқару жоспарын жасады. Бірақ бұл жолы ол жай ғана жылдамдықпен жүгіре алмады. Дауылдың қатты болуы оны қапы қалдырды. Ол уақытты тоқтату арқылы апатты болдырмаудың жалғыз жол екенін түсінді. Флештайм барлық күшін жинап, уақытты тоқтатты. Бәрі сол мезетте тоқтап қалды. Жел, жаңбыр, тіпті ауадағы жапырақтар да қимылсыз қалды. Ол енді барлық қала тұрғындарын қауіпсіз жерге көшіруге кірісті. Бірақ оның алдында үлкен кедергі болды. Флештайм тек уақытты бір мезетке ғана тоқтата алды. Сондықтан ол тез әрекет ету керек болды. Флештайм қалаға оралып, әрбір тұрғынды бірінен кейін бірін қауіпсіз жерге жеткізді. Ол қаншама қадам жасағанын санамады, тек бәрін құтқаруға асықты. Ақырында барлық тұрғындар қауіпсіз жерде болды. Және Флештайм уақытты қайтадан іске қосты. Дауыл өтті, бірақ қалада бірде-бір тұрғын зардап шеккен жоқ. Барлық қала тұрғындары батырға алғысын білдіріп, оның шексіз күш-жігері үшін ризашылық білдірді. Флештайм өзін шаршап, бірақ қуанышты сезінді, ол достарын құтқара алды.